Талдықорған қаласындағы тіл сарайында ауыл партиясының төрағасы, Қазақстан Республика парламент мәжілісінің депутаты Серік Егізбаев ауыл партиясы жастар қанаты Жетісу облыстық филиалының және мүгедектігі бар азаматтардың құқығын қорғау бойынша комиссиясының мүшелерімен кездесті. Шара барысында жастарды қолдау жобалары, оның ішінде жастардың құрылыс жасақтары мен кітапқа екінші өмір сыйла акциялары талқыланып, алдағы жоспарлар таныстырылды. Жетісу жастары өз ұсыныстарын білдіріп, жобаларға қолдау көрсетуге дайын екендіктерін айтты. Бүгінгі кездесудің негізгі мақсаты ол жай кездесу, жай әңгіме дүкен емес, ол ауыл партиясының жастар қанатын жұмыстарын, жобаларымен таныстыру. Сонымен қатар жастардың тарапынан қандай ұсыныстар бар, сол ұсыныстарды тыңдайды. Былайша айтқан кезде светочі. Және де сол ұсыныстар тек қана ұсыныс ретінде емес, оған жалпы жобалық, мысалы осы Жетісуды жақсы жүзеге асып жатқан жобалар бәлкім республика деңгейінде жасаймыз ба дегенде ұсыныстар болды. Сол ұсыныстарды қазір біз барлығын қорытындылап, алдағы уақытта нәтижесін шығарып, осы филиалда жаңа сөз сөйлеген, ұсыныстарын айтқан жастармен алдағы уақытта бірлесіп жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы осы оқуымды бітіргеннен кейін жаңа ұлттық тағамдар туралы жоба ұсынған болатын. Сол жоба жайлы өзімнің жеке кәсібімді, яғни ұлттық тағамдарға тікелей қатысы бар сондай жеке кәсіп, жаңағы асханалар, я болмаса кафе, ресторан, сондай нәрселер ашқым келеді. Ұлттық тағамдарды жалпы барлық әлемге танытқым келеді. Себебі ол қазақтың дәстүрінің біріне кіретін керемет тағамдары бар. Олардың бәрін жалпы басқа да мемлекеттер білген қалаймын негізі. Предложите новости для Де-факто FM по телефону 8 776 251 34.